Біздің оқушылар жаңа ұрпақ. Олар іс жүзінде қолына планшет пен смартфондар ұстап дүниеге келген. Демек, олар ақпаратты басқаша қабылдайды. Жас ұрпаққа көлемді ақпаратпен жұмыс істеу, оны өз бетінше саралау және сыни тұрғыдан ойлау үшін мен цифрлық технологияларды қолданамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жақсы. Енді мына тақтадағы суретке назар аударайық. Не көріп отырмыз? Домбыра, қобыз, ақындар. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Айтыс өнері. Дұрыс, жақсы. Айтыс ол асқақ өнер. Сабақтың мақсаты ол тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальды ақпаратты анықтау, тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау. Бұл сабақтың мақсаты. Енді қазір біз сендермен мәтін тыңдаймыз. Тыңдалым алу тапсырма. Айтыс ол қандай өнер? Кім айта алады? Айтыс ол не? Ол сөз жарысы, я? Айтысқа кімдер қатысады? Қатырақ. Жақсы. Айтыс ақыны қандай болу керек? Қандай? Шешен, өлең айтады. Дүлдүл. Қандай? Мақал мәтелмен сөйлейді. Жақсы. Қазіргі таңда айтыс өткізіле ме Қазақстанда? Иә, өткізіледі. Жақсы. Біз сендермен келесі тапсырма. Тыңдалым бойынша тапсырма. Жаңа ғана біз айтыс асқақ өнер атты мәтінді тыңдадық. Енді біз қазір ссылка бойынша learning бағдарламаға кіріп, тапсырманы орындаймыз. Дескрипторға тірек сөздердің мағынасын түсінеді, детальды ақпаратты анықтайды, дәлел келтіреді. Осыны бәрін орындағанда сендерде бағалау нормасы шығады, я? Бағалау критерийі шығады. Ссылканы мен группаға салдым. WhatsApp группасын ашамыз. Телефоннан, немесе ноутбуктан. WhatsApp группасын ашамыз. Кімде WhatsApp бар, кімде WhatsApp жоқ, ссылканы істейсің. Телефон ссылка. Кімде WhatsApp бар, сол WhatsApp-тан істейді. Кімде WhatsApp жоқ, сол QR код арқылы орындайды. По QR коду можно. QR код арқылы да кіруге болады. Тапсырманы көрдік? QR код асынды ашылды. QR код. Так, енді тапсырма. Берілген сөздерден сөйлем құра сөйлемдерді. Айтыс халық ауыз әдебиетінің ерекше жанры. Ақындардың белгілі бір тақырыптарға табан астында суырып салып өлең құрап, бір-біріне жауаптасып. Мен өз сабақтарымда Learning Apps, Qzilid, Wizerme, Google Form және тағы басқа интерактивті тапсырмаларды қолданамын. Осы сервистің көмегімен оқушылар өз білімдерін ойын форматында бекітіп тексере алады. 21 шаблоннан таңдау жасай отырып өздері жаттығу жасай алады. Және де кері байланыс орнатуға, сынақтар, сауалнамалар жүргізіп, оқушылардың білімдерін анықтауға болады. Бұл цифрлық технологияның элементтерін пайдалану барысында мен сабақтарды қалай интерактивті етуге болатынын, қарапайым бақылау жұмысын қызықты жарысқа қалай айналдыруға болатынын, мәтінді оқу, тыңдау, ойын тапсырмалармен қалай ұштастыруға керектігін, жаттығулары бар интерактивті парақшаны қалай қолданба жасауға болатынын, сыныптың оқу үлгерімінің деңгейін қалай көтеруге және оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын қалай арттыруға болатынын білдім. Ал жас ұрпаққа
саналы білім беру үшін сіздің, біздің білім беруге деген құштарлығымыз қажет.